Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жылдам дайын болатын таңғы астың рецептісімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Қыздар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, жарай ма? Бұл тағамды жасау үшін маған 3 жұмыртқа және 150 грамм сүт қажет болды. Оған 2 ас қасық ұн қосамын. Және жақсылап тұрып араластырамын. Жақсылап. Сосын қызанағымды қосамын. Үйде қалып кеткен бір помидор бар екен, соны қостым. Укроп, петрушка. Көкөніс, үйіңізде қандай көкөніс бар, соны қоссаңыз болады. Және 1 шай қасық тұз қостым. Сосын жақсылап араластырып алдым. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз, жақсы ма? Енді қызып тұрған табаға осылай кішкене ғана май қойып жағып жіберемін да. Енді жаңағы немді араластырып алған жұмыртқа, қызанақ, укроп, көкпияз бәрін салып, осыған қуырып пісіріп аламын. Блинчик жасадым. Осылай пісіріп аламын. Екінші жағын аударамын. Сосын сырды, үйіңізде сыр болса, сыр салыңыз. Ірімшік. Осылай саламын да. Тағы да екі жақ бетін аударып қуырып аламын. Өте керемет дәмді таңғы ас. Осылай жасап көріңіз менімен бірге, міндетті түрде. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Менің каналымда болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Керемет таңғы ас. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Күшті. Асыңыз дәмді болсын.